Коронавирустан сақтанудың 7 жолы бар, олар қандай? Сәлем құрметті алтын достарым, бүгінгі видеода коронавирустан сақтанудың жолдарын айтатын боламын. Видеоны жалғастырмас бұрын достар, каналыма тіркеліп лайк басып және комментарияға коронавирус туралы не ойлайсыздар, сол туралы жазып кетсеңіздер болады. Қысқа уақыт ішінде әлемді жайлады, талайды мәңгілік мекеніне аттандырса, енді біразы халықтың денсаулығынан айырды. Вируспен күресуге дәрігерлер барын салса да, түбегейлі көзін жоя алмай отыр. Бұл инфекциялық дерттің емі нақты анықталмағанымен, сақтанудың жолдарын қарастырып бағуда. Коронавирусқа қарсы вакцина салдырсаңыз да, сақтық шараларын естен шығармаңыз. Өйткені иммунитетіңіздің жағдайына қарай вирус жұқтырып алуыңыз ғажап емес. Вакцина вирустан 100% қорғайды деген сеніміңізге мына сақтық шараларында қосып қойсаңыз тіпті керемет болады. Бірінші, бетперде тағыңыз, маска тағыңыз. Вирус біз жұтып жатқан ауада бар. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Сондықтан үйден тысқа шығатын кезде міндетті түрде масканы тағыңыз. Қоғамдық көлікке мінгенде де, базар аралағанда да, дүкендерде де, дәріханада да, тіпті дәрігерлердің алдына барғанда да масканы шешпеңіз. Өйткені кез келген орыннан вирус жұқтырып алуыңыз мүмкін. Тіпті дәл жаныңызда коронавируспен ауырған адам отыруы да ықтимал. Ендеше өзіңізді де, жақындарыңызды да аурудан қорғағыңыз келсе сақтаныңыз. Екінші, сыртқа шықпаңыз. Тап қазір эпидемияның қайтадан өршіген кезі. Қатты қажеттілік болмаса сыртқа шықпай қойған абзал. Әрине төрт қабырғаға қамалып отыру біздің миымызға сыймасы анық. Десе де денсаулығы үшін шыдауға тура келеді. Үйдегі үлкендерді, кішкентайларды қорғаңыз. Мүмкіндігіңізше иммунитетті көтеретін дәрумендер беріңіз. Құнарлы тағамдар тұтыныңыз, тойға бармаңыз. Үшінші, қолыңызды жиі жуыңыз. Қолыңызды жиі сабындап жуыңыз. Тазалық аурудан қорғайтынын ескеріңіз. Әсіресе сырттан келген соң үйдегілермен амандаспай тұрып қолыңызды жуыңыз. Өйткені сіз мекеменің тұтқасын ұстадыңыз, қоғамдық көлікке міндіңіз, ақша ұстадыңыз. Вирус кез келген жерде болуы мүмкін. Ол көз ілеспес жылдамдықта өте тез таралады. Қай кезде, қашан вирусты жұқтырып алғанын байқамай да қаласыз. Көбірек су ішіңіз. Коронавирусқа қарсы тұру үшін көбірек су ішіңіз. Сұйықтықтың көлемін күндегіден көбейткеніңіз дұрыс. Суды жиі ішетін болсаңыз, тамағыңыз құрғамайды, жөтел қыспайды. Оған қоса судың ағзаның қорғаныс қасиетін арттыратын қасиеті бар екенін ұмытпаңыз. Бесінші, ерте ұйықтаңыз. Аурудан сақтану үшін күнделікті режимімізді өзгертуге тура келеді. Арамызда түннің бір уақытына дейін теледидар қарап, интернет көріп отыратындар бар. Ұйқының қануы өте маңызды. Ұйқының тыныш болуы көптеген дерттің алдын алады. Сондықтан да ағзаны қуаттандырып, көңіл күйіңізді жақсартқыңыз келсе, жақсылап тынығыңыз. Түнгі 10-да ұйқыға жатыңыз. Ұйқы арқылы иммунитетіңізді нығайтасыз. Ағзаңызды қуаттандырасыз, әрі бойыңызға сергектік сыйлайсыз. Алтыншы, жануарларға жақындамаңыз. Әсіресе жабайы жануарлардан алшақ болғаныңыз жөн. Біраз уақытқа жануарлар саябағына бармай қойғаныңыз дұрыс. Үйдегі ит мысықтармен де ойнамаңыз. Химиялық заттардың көмегімен шыбын, маса секілді жәндіктердің көзін құртуға тырысыңыз. Жетінші, тазалыққа мән беріңіз. Үйдің де, киімдердің де тазалығы маңызды рөл ойнайды. Барлық бөлмені күніне 2 рет сулы сүлгімен сүртіңіз. Шкаф сөрелерді де, теледидар, компьютер, кондиционер секілді бұйымдарды да сүртуді ұмытпаңыз. Тазалық денсаулық кепілі екенін ескеріңіз. Бұл кеңестер өте оңай, оларды жүзеге асыру көп уақытыңызды алмайды. Есесіне, аты жаман дерттен өзіңізді де, жақындарыңызды да сақтай аласыз. Достар, вирустан сақтану жолдары сізге ұнады ма, пайдалы болды деп ойлайсыз ба? Егер пайдалы болса, достарыңызбен де бөлісіп кетіңіздер, олар да біле жүрсін қалай сақтану керек екенін. Лайк басып кетіңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, иммунитеттеріңіз күшті болсын, көңіл күйлеріңіз өте тамаша болсын. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.